Баршаларыңызға қайырлы күн, каналыма қош келіпсіздер. Бүгін сіздермен өте дәмді бір жасағаннан шығатын құймақтар әзірлейтін боламыз. Қажет заттарды астына жазып қалдыратын боламын. Егер менің парақшама тіркелмеген болсаңыз, тіркеліп, лайк басып, қоңырауша белгісін басып қойыңыздар. Қажет заттарды ең бірінші дайындап аламыз, ал ендеше бірге жасап көрейік. Ең алдымен ыдысымызға жұмыртқамызды, үстінен қантымызды салып, жақсылап қант ергенше осылай араластыратын боламыз. Одан соң бір шай қасық тұзымызды саламыз. Тұзымыз ергенше ары қарай араластыратын боламыз. Одан соң алдын ала дайындап алған бір шай қасық қопсытқыш салатын боламыз. Қопсытқыштың орнына ас содасын да салып қолдана беруге болады. Осылай қопсытқышымызды салып, жақсылап көпіргенше араластыратын боламыз. Одан соң үстінен жылы сүтімізді құятын боламыз. Сүттің температурасы жылы болу қажет. Осылай сүтімізді құямыз, жақсылап араластырамыз. Үстінен қайнап тұрған ыстық су құятын боламыз. Одан соң алдын ала електен өткізілген ұнымызды осылай бөліп отырып, арасында іртік қалмайтындай ұнымызды осылай бөліктерге бөле отырып, осылай араластырып салатын боламыз. Мінекей бірінші бөлік ұнымызды салдық, енді үстінен екінші бөлік ұнымызды салып, жақсылап арасында іртік қалмайтындай осындай сұйық тесто шығатын болады. Үстінен сұйық май құямыз. Мінекей біздің сұйық массамыз дайын. Енді қызып тұрған сковородкаға осылай сұйық май құйып, қыздырып алатын боламыз. Одан соң екі бетін аудара отырып, осылай құймақтарымызды пісіріп алатын боламыз. Жұмсақ, үп-үлпілдек, өте дәмді құймақтар дайын болатын болады. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер. Егер менің рецепттерім ұнаса, каналыма тіркеліп, лайк басып, қоңырауша белгісін басып қойыңыздар. Осылай шеті қызарып келе жатқан кезде қасықпен осылай ақырын ғана қозғап, екінші бетіне аударып алатын боламыз. Өте керемет, өте дәмді болып шығатын болады. Осылай ауызашарға отбасыма осылай дайындадым. Сіздерде жасап көруге кеңес беремін. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздермен болған Талшын. Келесі видеода кездескенше астарыңыз дәмді болсын. Міндетті түрде жасап көріңіздер.